Сіздердің алдыларыңызда 2022 жылғы жаңа Toyota Corolla Cross. Жалпы бұл көлік 2012-2016 жылдар аралығында минивенге ұқсас дизайнмен шыққан болатын. Достар, бұл Toyota 2021 жылғы Venzaның интерьері. Креслода жылыту системасы және вентиляция системасы орнатылған. Достар, алдыларыңызда Toyota Avalon, Toyota Camry'дің ағасы. Ең қызық дүниенің барлығы ол артында орталық консольдің жалпы сапасы жақсы сияқты. Достар, сіздердің назарларыңызда Lincoln навигатор деп аталатын көлік. Өздеріңіз көріп тұрғандай батырмалармен трансмиссияны жасап қойған. Металл ма әлде пластик па түсініксіз. Құрметті достар, біз өзіміздің кішігірім обзорды Қазақстанның ұлттық көлігі Toyota'дан бастаймыз. Сіздердің алдыларыңызда 2022 жылғы жаңа Toyota Corolla Cross. ақш нарығында 2021 жылдың соңынан бастап сатыла бастайды. Көліктің құны шамамен 28 мың, 30 мың доллар аралығында басталады деп күтілуде Америкада. Енді бұл көліктің размеріне қарайтын болсаңыздар, Toyota RAV4 пен Toyota CHR көліктерінің ортасында деп айтсақ болады. Дизайн жағынан Toyota Highlander'ды еске салады. Жалпы сыртқы келбетіне қарайтын болсақ, өте бір әдемі көлік десек те болады, өз басыма қатты ұнады. Енді алдыңғы жағына қарайтын болсақ, екі жағынан шамдар көріп тұрмыз. LED шамдары заманауи. Енді радиатор торларына қарасақ, дәл сол Highlander'ды еске салады. Балықтың қабыршақтарын еске салады деп айтады, әрине сайттарды оқитын болсақ. Жанынан қарайтын болсақ, әрине бұл RAV4-ке ұқсайды. Қазір жанынан көрсетеміз. Өкінішке орай, бұл жаңа көлік болғандықтан бізді ішіне кіргізбейді, интерьерін сондықтан түсіре алмаймыз. Дегенмен де интернеттен қараған суреттерден RAV4-ке ұқсайтын бірден білуге болады. Мультимедиа жүйесінде сол Apple CarPlay, Android Auto барлығы болады. Жалпы қозғалтқышы 2 литр, 4 цилиндрлі көлік, трансмиссиясы 4 сатылы. Егер гибридтік түрде сатылатын болса, бұл Америка нарығын жыртатын көлік десек болады. Достар, сәлем! Алдыларыңызда су жаңа Toyota Venza 2020, 2021, 2022 десек те болады, себебі осы жылдардың аралығында бір дизайнмен шығатын көлік. Жалпы бұл көлік 2012-2016 жылдар аралығында минивенге ұқсас дизайнмен шыққан болатын. Одан кейін өндірістен алынып тасталды да, осы 2020 жылдан бастап қайтадан қолға алынды. Бұл көлік негізінен жаңа емес, жапондық нарықта Toyota Hiera деп аталатын көлік болған. 2021 жылы атауын өзгертіп, нарыққа қайтадан алып келді. Жалпы көліктің дизайнын қарайтын болсаңыздар, алдыңғы бамперінен қаншалықты агрессивті екенін көруге болады. Мына жерде орнатылған LED шамдары, мына жерде кішкене біраз пластикпен өңделген автокөліктің мұрнының өзі керемет әсер қалдырады екен. Енді жалпы көрініс ретінде қарайтын болсақ, бұл көліктің келбеті өте жақсы, әдемі екен. Көліктің қозғалтқышы 2 литр және 2,5 литр түрде гибридтік
түрде бірге шығатын болады, нарықта американдық. Жалпы бұл көлік әрине гибрид болғандықтан жанармайды аз жейтін болады. Көліктің егер мына жерде дискісіне қарайтын болса, қателеспесем, мынау 21-ші размер. Сапасы жағы кішкене біраз сын қалдырады, себебі ұстаған кезде біраз түсініксіз сезім қалдырды менде. Енді жанына қарайтын болсақ, әрине көлік Toyota Highlander RAV4-ді еске салады. Артында өте орын көп. Жүк салсаңыз, басқасын салсаңыз, мына жерге қателеспесем, екі үлкен мынандай багаждар сыйып кетеді. Көліктің мына жерінде авто жетегі бар, өзі жабылады. Артқы дизайнына енді мән беретін болсақ, сол жағынан болса, бұл жағынан немесе керісінше толығымен мына жаққа шам орнатылған, стоп шамы. Түнде жанған кезде керемет көрінеді. Достар, бұл Toyota 2021 жылғы Venza-ның интерьері. Интерьерін қарайтын болсаңыздар, өте сұлу, өте көркем, маған өз басыма өте қатты ұнады. Мына жақтың барлығы панельде жұмсақ пластик орналасқан. Мына жерде керемет бұлғары, мына жерде бұлғары, мына жердегі тігістердің өздері әдемі жасалған екен. Сұлу болып көзге көрінеді. Мына жерде ағашты еске салатын пластик орнатылған. Сондай бір декоративтік деталь. Енді орталық консольға келетін болсақ, мына жер тұрақты, жақсы, сапасы керемет. Мына жерде 12 дюймді құрайтын орталық мультимедианың үлкен экраны орналастырылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай JBL системасының логотипі тұр. Демек, машинаның барлық дыбыстық системасы осы JBL компаниясы орнатқан. Енді мына жерде климат контроль және мультимедианы басқару батырмалары орналастырылыпты. Және push start, машинаны қосатын, өшіретін батырма мына жаққа орналастырылған. Әдетте мынандай жерде болушы еді. Әрине мына жаққа қол созып лайнан машинаны қосып өшірген қаншалықты ыңғайлы, оны әрине қолдану барысында білуге болады. Мына жақта үшеу ма әлде екі қарапайым USB порттары орналастырылыпты. Мына жерде соның бетін жабатын қақпасы екен. Мына жерде паркингке қоятын батырма және мына жерде машинаның режимдарын ауыстыруға болады. Батырма көрініп тұрма жоқ па, оны білмедім, себебі мына жерде трансмиссия оны жауып қалған, көрінбейді. Екі стаканға арналған, соны салуға арналған яшық. Мына жерде орталық консольдің соңғы жағында біраз орын бар екен, ішіне заттарыңызды салуға болады. Мынаның үсті де бұлғары. Және мына жерге мән беретін болсаңыздар, көрініп тұр ма? Мына жерге мән берсеңіздер, алдыңғы екі креслода жылыту системасы және вентиляция системасы орнатылған. Яғни жаздың ыстық кезеңдерінде вентиляцияны қосып қойып, емін-еркін ыңғайлы түрде көлік жүргізуге болады. Және мынау Toyotаның қазіргі соңғы уақытта шығарып жүрген стандартты руль десек те болады. Сол баяғы система, линиядан шығып кетпес үшін соны қадағалайтын системалар бар, және қауіпсіздік системалар деп айтамыз. Жалпы сапасы өте керемет. Енді есігі жабылуы жақсы меніңше. Бұлай сапа жағынан, темір жағынан болсын, не жағынан болсын, 2021 жылғы Toyota Venza маған өте қатты ұнады. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай шамамен 7 дюймді құрайтын дисплей орналастырылған, ақпараттық дисплей. Жалпы интерьері керемет, өз басыма өте қатты ұнады. Қазір артына отырып, екінші жақтағы кресло қаншалықты түрде ыңғайлы екенін көретін боламыз. Менің аяғым сия ма, симай ма? Менің бойым 1,83 метр.
яғни стандартты бой. Қаншалықты стандартты адамдарға ыңғайлы көлік екенін қазір тексеретін боламыз. Дегенмен қазір былайынан қарасақ, жоғарғы потолок дейміз ба, орысша айтқанда, оған менің басым жетіп тұрған жоқ. Бұл өте жақсы. Мынау толық комплектациялық көлік, бірақ дегенмен де мына жерде люк жоқ. Жалпы вензаларда люк бола ма болмай ма онысын білмедім, бірақ Toyota 75 болсын, соңғы шығып жатқан Toyota көліктерде, американдық нарықтағы көліктердің барлығында люк бар негізінде. Мына жерде сол стандартты дүниелер, баяғы керемет интерьер. Енді қазір артына отырып көрейік қалай екен. Біз артқа екінші қатарға келіп отырдық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менің аяғымен алдыңғы жүргізушінің арасындағы қашықтық өте үлкен. Менің аяғым ең еркін сияды. Егер потолокқа мән беретін болсақ, менің басым жетіп тұрған жоқ. Өзімді ыңғайлы сезінудемін. Өте жақсы, керемет. Есігі бір тұтас керемет жабылады. Ешқандай артық дыбыс жоқ. Мына жерде мына көлік дегенмен де толық комплектацияға ұқсамайтын сияқты. Білмеймін, қазір тексеріп көру керек. Себебі артқы жолаушылар үшін мына жерде климат контролі орналастырылмаған. Мына жерде қол тіреуіш екі адамға өте ыңғайлы. Екі адамның қолы бірден сиып кетеді. Екі стаканға арналған ұяшықтар. Бағана айтып өткеніміздей, багажник 200 литрді құрайды. Екі үлкен чемодан бірден сиып кетеді. Жалпы қалаға арналған керемет кроссовер. Өз басыма Venza қатты ұнады. Сіздерге де ұнаған болса, видеоға лайк басып, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа көліктерге де обзорлар шығады. Соларды қарап жібермес үшін каналға жазылып, ана жерде қоңыраудың батырмасы тұр, соны басып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте қажет. Және өзіңіз көріп тұрғандай, машинаның үстіңгі қабатында мына бөліктерді орналастырып жүк тасуға әбден болады. Қалаға арналған кроссовер осындай болуы тиіс. Әр қазақ осындай жаңа Toyota мінсін. Керемет. Достар, алдарыңызда Toyota Avalon, Toyota Camry'дің ағасы, Toyota Camry'дің лакшери түрі. Жалпы келбетіне қараңыздар, спорттық көліктерге ұқсайды, өте керемет. Мына жерде тұрған радиатор толығы. Мұның барлығы әрине пластик, дегенмен де көзге керемет көрінеді. Шамдардың барлығы толығымен LED. Бамперлары төмен түсіп, жалпы мына жерде тұрған радиатор мына аяққа дейін жалғасып кеткен сияқты. Жалпы габариті жағынан көлік сол Toyota Camry 75-70-терді еске салады. Дегенмен де біраз көліктің сыртқы көрінісінен қаншалықты кең екенін байқауға болады. Енді көліктің жанына келетін болсақ, мына жерде 17-ші размердегі дискалар, керемет. Айналардың барлығын қара түске бояп қойыпты. Жақсы. Жалпы жанынан қарайтын болсақ, ешқандай ондай қатты ерекшелік жоқ. Ең қызық дүниенің барлығы ол артында. Спойлерден бастайық. Бірінші, мына жерде қара түсті. Монобровь сол жақтан оң жаққа немесе керісінше толығымен артқы шам орналастырылған. Түнде жанған кезде керемет көрінеді. Мен бұл көлікті қаланың ішінде жүрген кезде Америкада жиі байқаймын. Жалпы көлікті алдына немесе артынан қараған кезде керемет сезім қалдырады. Жақсы. Шамамен
мына жерде жазылып қойған 45 мың долларды құрайды екен. Яғни 45 мың долларға осындай көлікті алуға болады. Жалпы сыртқы келбетімен таныстық, енді интерьерге өтейік. Өкінішке орай, бұл көліктің аккумуляторы отырып қалған сияқты, сондықтан электрожетегі бар мына кресло қозғалмай жатыр. Дегенмен де интерьерға мән беретін болсақ, Avalon сол 2020 жылғы Avalon'дарды қайтадан еске салады. Сол баяғы шамамен 7 немесе 8 дюймдік дисплейі, орталық консольдің жалпы сапасы жақсы сияқты. Былай сілкіген кезде көп ештеңе қозғалып жатқан жоқ. Мына жерде екі бөтелкеге стаканға арналған ұяшықтар, трансмиссия рычагы. Мына жерде көліктің жаңағы спорттық немесе эко режимдары, солардың батырмалары. Мына жерде үлкен кеңістік бар, орын бар. Оның ішінде USB Type-C және қарапайым USB-ге арналған порттар бар екен. Мына жақтың барлығында екі жақта мультимедианы басқаруға арналған батырмалар, Apple CarPlay және Android Auto бар орналастырылған. Көліктің рулі сол қазіргі Toyotалардағы стандарттық руль. Мына жерде қателеспесем 6 немесе 5 дюймдік дисплей, ақпараттық дисплей. Мына жақтың барлығы пластик, мына жақтың барлығы жұмсақ пластик екен. Мына жерде былғары. Жалпы сапасы жағынан көлік жақсы. Көлікті мына жерде жаңа креслоны жылыту системасы, вентиляция системасы жүйелері бар екен. Мына жердің барлығы климат контроль. Мына жердегі батырмалар бір минимализмді еске салады. Бірақ мына жердегі дауысты көтеріп азайтатын батырмалар қайда кеткені түсініксіз, қайда жібергендерін. Сол өздеріңіз білетін Toyotадағы стандарттық JBL системасы. JBL-ді білесіздер, өте сапалы дауыс береді. Мына жерде сол креслоларға арналған жат, екі адамға арналған. Интерьер жағынан сол Toyota кәрістерге қарағанда қарапайым. Мына жақта люк орналасқан. Жалпы қарапайым жүргізушіге қажетті дүниелердің барлығы бар. Дегенмен де сол кәрістермен салыстырғаннан кейін кәрістердегі сияқты болса екен деп тілейсің. Интерьер жағынан әрине көзге жақсы көрінеді. Дегенмен де егер Toyota Avalon'ды немесе бағанағы Kia Stinger'ді салыстыратын болса, 45 мың долларға қай көлікті аласың десе, мен әрине Kia Stinger'ді таңдаушы едім. Жарайды, ол біреусі спорттық көлік. Тіпті Kia GT пен Kia K5 салыстырғанның өзінде меніңше Kia K5 әбден озып тұр. Бірақ дегенмен де сол біздің адамдар арасында қалыптасқан пікір өте жаңа сенімді көлік болғандықтан Toyotаның құны түсіп кетпейді, кейін сатқан кезде оңай деп біздікілер сол баяғы әңгімелерін алдыға басып, сол Toyotаны қайта ала береді. Меніңше жан-жаққа қарап, қазіргі көліктерге бет бұрып, жаңа көліктерді алғанда дұрыс сияқты. Қазір мен артқа екінші қатарға барып көрейін, қаншалықты орын бар екенін көрейік. Артқа екінші қатарға келіп отырдық. Жүргізуші мен артта отыратын жолаушының аяғы мен креслоның арасында қашықтық өте үлкен, біраз бар. Мына креслоның соңына дейін артқа жол жатқызып қойыпты. Соның өзінде 1,83 метрлі азамат үшін өте үлкен кеңістік бар. Өзімді ыңғайлы сезініп отырмын. Потолокқа басым сәл тиейін деп тұр. Есіктің жабылуы өте жақсы. Көлік қаншалықты дыбысты ішке кіргізбейді, оны өкінішке қарай қазір айта алмаймын. Сол үшін жүргізіп көру керек. Мына жерде ортада қарапайым USB-ға арналған порт және USB Type-C-ға арналған порт. Артындағы екі креслоны жылытуға болады. Мына жерде вентиляция, басқа ештеңе жоқ. Мына жерде кішігірім ұяшық бар, бөтелкені салып қойға болады, сыйып кетеді. 0,15 литрлік бөтелкені әбден сыйғызуға болады. Мына жерде сол жарықтар барлығы істемейді, себебі аккумулятор істеп тұрған жоқ. Toyota Avalon деген көлік осы. Артында егер гибрид болатын болса, көп орын болмайды жүк салатын. Дегенмен де өте нығыз түрде екі чемоданды сыйдыруға болады. Toyota Avalonдар сондай.
Сіздерге ұнаған болса лайк басып каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Бүгін Toyota туралы видеоны осы жерден тоқтатамыз. Moving. Right. I always say it's like a brain bobble. Yeah. Alright, we're going straight up. These are front wheels, right? Okay. And that's your back. Okay. Достар, сіздердің назарларыңызда Lincoln Navigator деп аталатын көлік. Бұл көліктің толық нұсқасы емес, дегенмен де көліктің интерьеріне назар аударатын болсаңыздар, барлығы сондай лакшери екендігіне көз жеткізесіздер. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, барлығы былғарыдан жасалған, қымбат пластиктен, барлығы жұмсақ. Енді орталықтан бастайық. Мына жерде өте үлкен, шамамен 12 дюймді құрайтын үлкен дисплей. Мына жерде 360 градуста көрсететін камера. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай батырмалармен трансмиссияны жасап қойған. Мына жерде мультимедияны басқаруға арналған батырмалар және климат контроль. Мына жерде өте үлкен яшықтар. Мына жерде сымсыз қуаттау жүйесі бар, Type-C және қарапайым USB. Мына жағын ашатын болсақ, екі стаканға, екі жалпы бөтелкеге арналған яшықтар. Мына жерде машинаны айдауға арналған режимдар, бірнеше режим бар екен. Мына жерде өте үлкен кеңістік, өздеріңіз көріп тұрсыздар, көп нәрсені сыйдыруға болады. Төбенің барлығы толығымен панорама, люктер барлығы. Енді рульдің өзіне қарайықшы. Рульдің өзі өте үлкен, массивті, барлығы мына жерде былғарының орнына арналған материалмен жасалған сияқты. Мына жерде шамамен 10 дюймді құрайтын дисплей, ақпараттық дисплей. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, рульда барлығы орналастырылған, қандай голосовое управление дейміз орысша айтқан кезде. 1, 2, 3 адамға арналған жад бар екен. Орындықтың өзінде креслода терезені ашып жабу бар. Жалпы барлығымен басқаруға болады. Мына жерде мына жерде тұрған бөлікті алдыға шығарып, аяққа ыңғайлап қоюға болады. Және мына тұрған үлкен консоль, ол мына жаққа бірге қосылмаған, ол бөлек өте үлкен массивті. Қозғалта алмайсыздар, сапасы деген керемет. Мына жаққа астына мән бұрсаңыздар, мен қолым шығып тұр. Мына жерде өте үлкен кеңістік бар, барлық заттарыңызды қоюға болады. Жалпы көлік өте керемет екен. Мына жерде тағы да біраз зат қоятын жерлер бар. Бірақ кішкене видимость дейміз ғой, көрініс жағынан жүргізушіге өте қиын болатын сияқты, себебі алдында өте үлкен массивті капот орналасқан. Дегенмен де жалпы өте жақсы. Қазір артына отырып көреміз. Артымен жалғастыратын болсақ, алдында қалай ыңғайлы болса, артында да тура солай ыңғайлы. Себебі мына жерге қараңыздаршы, өте керемет. Нені қалайсыздар, барлығы мына жерге сыйдыруға болады. Екі бөтелкеге арналған яшық. Мына жерде
шамамен 2 дюймді құрайтын кішкентай дисплей бар. Климат контроль, мына жерде жаңа медианы басқаруға болады, дауысын көбейтуге. Мына жерде тағы да сіздердің үлкен кеңістіктеріңіз бар, қалаған заттарыңыздың барлығын сейдіп сала аласыздар. Климат контроль мына жерде, және міне 110 вольтқа арналған жаңа ноутбукты немесе басқаны зарядтауға арналған электр қуат жабдықтары бар. Мына жерде Type-C және қарапайым USB порт. Мына жерде тағы да сол климат контрольдар. Жалпы керемет көлік өте танымал Америкада. Көбінесе жаңағы қара нәсілді азаматтар бар. Жаңа бай неше түрлі американдықтар барлығы осы көлікті ұнатады. Жалпы көлікте кеңістік, жаңа орысша айтқанда пространство өте көп. Артында міне өздеріңіз көріп тұрғандай 3-ші қатардың орындары бар. Мына жерде кішкентай балалар болсын, үлкендер емін-еркін отыра алатын сияқты. Бұларды егер жатқызып тастайтын болса, мына жерде қателеспесем 700-800 тіпті одан көп литрлік жүк салу кеңістігі бар сияқты. Жалпы өте үлкен жаңағы саяхаттарға шығатын көлік екен. Маған өз басым өте қатты ұнады. Қазір сыртынан қандай екенін, дизайн барлығын сіздерге таныстыратын боламыз. Достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде қазір артқы қақпа ашылып тұр. Электр жетек бар. Қолыңызды жарқадан жеткізсеңіз болды, жабылады. Себебі мынау сіздің бойыңыздан да өте үлкен, яғни үлкен биіктікте орналасқан. Жалпы егер 3-ші қатарда былайынан қойып қоятын болса, мына жақта былайша айтқанда 60-70 литрге арналған 2 чемоданды қырынан қойып сыйдыруға болады. Енді мына жағына келетін болсақ, мына дискіге қараңыздар, мынаның размері мен білмеймін, 30 ба әлде 30-дан да көп шығар, білмеймін. Бұлай жалпы жанына қарайтын болсаңыздар, өте үлкен, біз қазақша айтқанда джип дейміз ғой. Джип деген негізі бөлек бренд. Дегенмен де енді мынада үлкен көліктерді бізде джип деп айту қалыптасып қалған. Жалпы дизайн өте жақсы, керемет. Мына жерде навигатор екендігін жазып қалдырған, осындай жазу тұр. Енді мына жердің барлығы LED, мына детальдардың барлығы пластик, мына жері хром. Мына жерде радиатордың турлары металл ма әлде пластик бар, түсініксіз, дегенмен де әдемі көрінеді екен. Қалған жақтардың барлығы толығымен пластик. Дегенмен де мына алдындағы бұрын дейміз бе, беті жалпы машинаның көлемі өте массивті. Мынау тұрған алдындағы орысша айтқанда лобовое стекло дейміз бе, сәл кішігірім сияқты, себебі соның салдарынан видиміз кішкене нашарлау сияқты, яғни көрініс толығымен алдында қандай процестер болып жатыр, оның барлығын көре алмайсың. Дегенмен де мына бір жерде алдыңғы заттың барлығын көрсететін камера болуы тиіс, бірақ міне мына жерде екен камера, және мына жерде парктрониктар бар, датчиктер орналасқан. Міне мына жерде және алдында екеу, қателеспесем арт жағында 4-еу, сондай бар екен. Керемет. Бұл машинаның құны қанша десеңіздер, дәл осы нұсқада бұл машинаның құны $95,000 құрайды. Енді бұл машинаның толық нұсқасы көрсетілген, оның құны $110,000. Әрине, қалғанда ақша көп болса, мінуге болатын барлық көлік екен. Енді қозғалтқышы қандай, трансмиссиясы қандай, ол туралы ақпаратқа мен ие емеспін. Дегенмен сыртқы көрініс, ішкі көрініс туралы видеоны жасауға шешім талқыладық. Сіздерге ұнады деген ойдамын.